Бұл оқиға криповый история арнасынан аударылып дыбысталған. Студент болған кезімде мен алғашқы рет бірінші курсқа түскен кезде өзіме квартираны ұзақ іздеген едім. Сол кезде іздеп жүріп мен бір квартира тапқан едім. Бұл квартирада айына 25 мың төлеп бір бөлмеде тұрады екенсің. Бірақ бұл квартираға келген кезде бұл квартира өте үлкен, бірақ та ол жерде 3-ақ комната бар екен. Ол менің комнатам және де қалған 2 комната. Оның біреуінде бір апай тұрады, өте жақсы әйел, ал екіншісі әрқашанда жабық тұрады. Ол жерде кім тұратынын ешкім білмейді. Сөйтіп мен осы комнатаға кіруді шештім. Яғни мен сабақ оқып жүрген кезде мені сабақтан алыстататын заттармен мүлде айналыспайтынмын. Тек қана сабақты ғана ойлайтынмын. Бір күні негізі мен есікті әрқашанда жабық қалдыратын едім, бірақ бір кездерде мен есікті ашық қалдырып кеттім. Осы күні негізінде қасымдағы әйел ол үйіне қарай кетіп қалған еді. Оның негізгі үйі бар еді және сол жаққа қарай кеткен еді. Сондықтан мен үйде жалғыз деп ойладым. Сөйтіп мен жаттым. Осы түні бойы мен мүлде ұйықтай алмадым. Бір нәрсе менен маза бермеген секілді болды. Енді көзімді жаба бастап едім. Сол кезде бір дыбыстарды естідім. Ашып қалған кезде ол жерден бір қызды көрдім. Бұл қыз ба, әйел ме білмейсің, бірақ ол дәл маған қарап тұрды. Ол маған қарап тұрды. Мен сол кезде жаймен тұрдым да есікті жауып алдым. Есікті жауып астын ілдірдім. Сөйтіп өзімнің төсегімде отырдым. Осы кезде сол есіктің артынан «Маған ертек айтып бер, маған ертек айтып бер» деген дауыстар естілді. Ол есікті қатты қаға бастады. Ал мен әрине бұдан қатты қорқып кеттім. Мен өмірімде бұндай нәрсемен кездестірмеген бала едім. Сондықтан да мен не істерімді білмедім. Полицияға звондайын ба немесе өзім шешем бе деп. Бір кезде ол бірден тоқтады. Бірақ бір сәтте ол есік қатты ашылып кетті де артында ешкім болмады. Мен бұдан қатты шошып кеттім. Сөйтіп түні бойы мүлде ұйықтамай шықтым. Сол есікке қарап, оны жаппайым деп ойладым. Сөйтіп оны жаппай қойдым. Сөйтіп таңертең қасымдағы әйел келетін шығар деп, үйіне оралатын шығар деп күтіп отырдым. Сөйтіп бір кезде кеш өтті, түн болды. Бірақ ол әлі де келмеді. Бір кезде мен есігімді жабып, қатты жауып астын іліп, өзімнің төсегіме жатқан едім. Жатырған кезде «Маған ертек айтып бер, маған ертек айтып бер, маған ертек айтып бер». Мен көзімді жаймен аша бастадым. Ашық болсам, алдымда мына құбыжық тұрды. Мен оны құбыжыққа теңедім. Сол кезде осы құбыжық қашып кетті. Мен осы құбыжыққа барлығын айтам деп оның бөлмесіне барған кезде, оның бөлмесінде ештеңе жоқ екен. Ол жай ғана бөлме екен. Ол жерде ештеңе жоқ, тіпті ол жер таза емес те. Барлық жерде паутина ұшып жүр. Әрине, мен бұны түсінбедім. Және де мен осы жерде қала алмайтынымды шештім. Ертесіне-ақ бұл үйден тайып тұрдым. Әрине, осы күннен бастап менің өмірімде барлығы жақсы бола бастады. Өзіме керемет квартира таптым, жақсы тұрып, жақсы оқып шықтым. Ал бұл оқиға мәңгі есімде қаларлық. Сондықтан да лайк басып каналға жазылыңыздар. Сендермен болған мен Меруем. Сау болыңыздар.